Ертеде, ешкі құйрық келтеде, Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып күн көреді екен. Әйелі ау тоқып, жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндердің бір күні Қазанғаптың әйелі жүкті болыпты. Ай күні жақындап, күн өткен сайын әйелдің аяғы ауырлай беріпті. 9 ай, 9 күн болғанда әйел толғатып босаныпты. Торсық шеке аппақ ұл тауыпты. Ата-анасы қуанып, төбелері көкке жетіп, баласына Кендібай деп ат қойыпты. Кендібай ай сайын емес, күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті, 6 жылда жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты, алысқанын алып ұра беріпті, күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған аттандарды жалғыз тартып шығара беріпті. Аң аулап, әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан алыпты. Құралайдың көзінен тигізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Күндердің бір күні Кендібай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір ауыз биені жанға ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендібай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендібай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендібай алмас қанжарымен биені қарын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстандай еркек құлын екен. Кендібай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның үстімен асырапты. Құлан сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі керғұла болыпты. Кендібай керғұланы үйретіп мініп, түн қатып жүріп, аң аулатыпты. Керғұла қуса жетіп, қаша құтылатын, аузымен қыс тістеп ернін жүйрік болыпты. Кендібай керғұланы құстай ұшырып, 6 қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендібай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымда болыпты. Жылағанды жұбатып, жатсынуды сүймепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керғұла атты Кендібай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Күндердің бір күні Кендібай аң аулап, алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатып, қозысын бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреніп жылап тұр екен. Кендібай жетіп келіп: «Көзің жасың, көкірегің қайғылы не еткен жансың?» деп сұрапты. Баланың басы таз екен, киімі өрім-өрім екен. «Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың? Асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрысын» деп қоя беріпті бала. «Не болды? Жөндеп айтшы» деп сұрапты Кендібай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті: «Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға шықтым. Биыл 4-ші жыл. Елімізге жау түйіп, жылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап кетіпті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортуылдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері байлап әкетті. Әкемді араламақшы болып едім. Барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңіреп жөнеп берді. Мен жетім қалдым, ішерге асым, киерге киімі болмаған соң, амалсыздан Тасқара байдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым, тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке-шешеме жылаймын.
бай жылқысына жылайды. Олай болса жылама, мен әке-шешеңді іздеп тауып беремін, дейді Кендібай. Бала қуанып кетеді. Ағай, онда біздің қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз, деп өтінді. Кендібай мақұл деп қойшылардың қасына барып түседі. Атып қалған құландарды асып, тамақ пісіреді. Кешке басқа қойшылар келеді де, манағы бала қозышы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді. Кендібайдың көзі ұйқыға барар кеткенде, ұқылеп-ақылап қозышы келеді. Неге кешіктің? Деп сұрайды Кендібай. Жай, ішім ауырып қалды, дейді бала. Бала таңертең ойнап күліп қозысын өріске айдап кетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде, манағы қозышы тағы да келмейді. Кендібай іздеп барып, талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін Кендібай мән-жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды. Содан кейін Кендібай балаға ашуланады. Сонда қозышы былай деп айтады. Кешеден бері күн батқан кезде 6 аққу төбеме айналып ұшады да, Кендібай сал мұндама, Керғұла атты қолдама, бауы нұры балқима, балақ жүні шалқима, деп сұрайды. Мен тұрып, Кендібай сал мен едім, Керғұла атты қолда еді, бауда нұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды, деп жауап беремін. Олар мені қанаттарымен қағып, жығып кетеді. Мен талып түсем, деп жауап береді. 3-ші күні қозышы баланың киімін киіп, қозыны бағуға Кендібай өзі шығады. Күн батып, қас қарайған кезде баяғы 6 аққу Кендібайдың төбесінен 6 айналып ұшып жақындап келеді де. Кендібай сал мұндама, Керғұла атты қолдама, бауы нұры балқима, балақ жүні шалқима, деп сұрайды. Керғұла атты Кендібай қозышы бала болып, бауда нұрым балқиды, бала жүнім шалқиды, деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып, Кендібайды қанаттарымен қағып сабай бастайды. Кендібай біреуінің аяғынан шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендібайдың қолында біреуінің 6 кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазуы бар екен. Кендібай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді, бірақ олар келмейді. Содан кейін Кендібай қойшылармен қоштасып, үйіне қайтады. Ата-анасына барып, 1 жылдық азық дайындап беріп, сауыт сайманын киініп, жау жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын алып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. Керғұла атты құстай ұшып, құйғытып барады. Айлық жерді алтақ атайды. Көз ұшында құс қанатын жазып, жерден көтерілгенше Керғұла атты үстіне аттап өтіп кетеді. Теңізді көл, дарияны шалшық, тауды қырат құрлы көрмейді. Сонымен Кендібай күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Таудың етегіне келгенде Керғұла атқа тіл бітіп сөйлейді. Достым, Кендібай, іздеген жағың алыста емес, біреу емес, екеуі де осында табылады. Мына таудан әрі ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы хан қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты. Оның кілті қолға түспейді. Ол кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам. Қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің киде, өзіңнің киімді оған кигіз. Сөйтіп әлгі адамды азат ет те, өзің сиырды бағып қал.
Қазір құйрығынан бір тал қыл ал да, мені қоя бер. Сауыт сайман, құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де, құралдардың да керек жоқ. Егер керек болса, құйрығымен алған қылды тұтат. Сонда мен дайын боламын. Енді әңгімені соған барып көрерсің, дейді. Кендібай Керғұл атты құйрығын бір тал қыл жұлып алады да қоя береді. Оның айтқанының барлығын істеді. Малшыны азат етеді, жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. Кешке жақын өзеннен айдап өткізейін десе, сиырлар суға түспейді. Кендібай ашуланып кетіп, сиырларды сирағынан ұстап алып, бір-бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралға томпылдап түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. Ой оңбаған-ау, қырасың ғой малды, неге күндегідей айрылғырдың суы айрыл деп айтпайсың? Деп айқай салады. Кендібай, айрылғырдың суы айрыл деп еді, өзеннің суы екіге айрылып, ортадан жол ашылды. Сөйтіп Кендібай мал бағып жүре береді. Күндердің бір күні хан өзінің 2 баласын шақырып алып, бүгін қара биен құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ боп кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздеріңмен көріңдер, дейді. Мұны Кендібай естіп тұрады. Кешке ханның 2 баласы биені күзетуге барғанда, Кендібай да жасырынып барып отырады. Біраздан кейін ханның 2 баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендібай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықты, құнды жүнді арғымақ құлын туады. Бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де, құлынды көтеріп ап жөнеледі. Кендібай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендібайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендібай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңі таң сәріден хан 2 баласын шақырып алып, не көргендерін сұрап, балалар тұрып, бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе де болған жоқ, деп жауап береді. Хан тағы да таңғалып отырғанда, Кендібай есіктен кіріп келіп, дат тақсыр, дейді. Датың болса айт, дейді хан ақырып. Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік. Бұларға көрінбей мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде 2 балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бие бір алтын құйрықты, құнды жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де, оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен арпалысқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді. Дегенде, сөздің аяғын күтпей, құйрық қайда? Деді хан. Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой. Міне құйрық. Деп Кендібай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. Қазір үшеуің іздеп шығып, құсты да, құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды көрмеңдер, дейді хан. Кендібай өзеннен өтіп алып, құйрықтың қылын тұтатқан кезде Керғұл атты жетіп келеді. Құла атып мініп, қару-жарақты іліп алып, сауыт саймандар киіп алып, Кендібай жөнеп береді. Бір жерлерге келгенде ат тағы да тоқтайды да Кендібайға, анау жалыны аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның ар жағында. Қазір көзің жұм. Мен аш дегенде ашпа. Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз, дейді. Кендібай көзін жұмады. Сонымен ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті, содан кейін ысылдаған желді сезеді. Талай уақыт өткеннен кейін
аш көзіңді дейді Керғұл атты. Кендібай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын ауадан су ішіп тұр екен. Керғұл атқа тағы да тіл бітіп, аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді де, 15 күндері кері айналады. Қазір ол азық іздеуге кетіпті. Оның қайтып келуіне әлі 6 күн бар. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол алуыңыз керек. Менің үстіме мін де, алтын науаны алдыңа өңгер. Құлындар алтын науадан қалмай, біздің соңымызға ереді де отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, манағы от дариясына тікелей өте алмаймыз. Айналып жүруіміз керек. Біздің келердегі қысқа жолымызды кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл жолымыз 3 бөгет бар. Ең әуелі 7 басты дәу кездеседі. Ақырған арыстанға жолығамыз. Содан кейін жәдігөй кемпір байланысады. Ал уақыт оздырмай жүрейік дейді. Кендібай алтын науаны Керғұл атқа өңіріп мініп, жөнеліп береді. Барлық құлын оның соңынан ереді. Бір уақытта алдынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып, бұларға қарай жақындап келеді. Бұл 7 басты дәу еді. Кендібай алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға ерліп тұра қалады. Кендібай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керғұл атты барлық шабысымен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша ағып өтіп бара жатып, салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып тағы соғып кетеді. Екінші басы ұшып кетеді. Осылай ерсілі-қарсылы 7 өтіп, 7 рет соққанда 7 басы бірдей ұшып кетіп, дәу төңкеріле құлайды. Кендібай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Кендібай қайтып келіп, алтын науаны өңгеріп, құлындарын ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаң іліспей әйт дегенде 6 қырдан бір-ақ асып, Керғұл атты зымырап келеді. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған даусы естіледі. Кендібай бұл жолы Керғұл атты құлындардың қасына қаңтарып тасып, даусы шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 аттағанда бір леп Кендібайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендібай арыстанның апандай аузын көреді. Кендібайды тартып жатқан соның леп екен. Кендібай 6 құлаш алпамыс қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2 бөліп, Кендібай ар жағына бір-ақ түсіреді. Кендібай арыстанның аузын қағып алып, тағы жүріп кетеді. Талай белестер, талай таулар бұлдарып артта қала береді. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кетеді. Тек алтын құйрықтың сәулесі ғана бұлардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол екі арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде, сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендібай атынан түсіп, қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды да: «Ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығыңыз», дейді. Жәдігөй көмірдің қыз болып қарсы алатыны, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтын Керғұл атты айтқан болатын. «Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін. Бастаңыз», дейді Кендібай. Қыз алға түсіп аяңдай бергенде, Кендібай алмасын сермеп кеп қалады да, алмас қылышын от жарқ ете түседі, дүниенің тағы да тұман басып кеп кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнына 2 бөлінген кемпір жатады. Кендібай кемпірдің басын кесіп қоржынға салып алады. Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аңда өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық келмейді. Осы жерде 3-4 күн демалайық, дейді Керғұл ат. Кендібай сол арада 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Керғұл аттың алдына алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындарды ертіп, аман есен ханның үйіне жетеді.
Хан қуанып үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай, сандалып мойындар ырғадай, сирақтар шиедей болып, азып тозып ханның 2 баласы келеді. Хан Кендібайдай төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өзім атым Кендібай. Ел мені Керғұла атты Кендібай деп атайды. Сіздің еліңізге еріп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. 2 бірдей жоқ іздеп жүрмін. Намыс іздеп жүрмін, рұқсат болса айтайын, дейді Кендібай. Айт балам, дейді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып кетіпті. Малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне сол батырды босатып әкетпекші болып келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғым мынау. Бір күні малда жүргенімде аспандап ұшқан 6 аққудың 6 кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі екен. Соны табыс еткелі келдім, деп Кендібай алтын кебісті ханға ұсынады. Хан, дұрыс балам. Сіздің елдің малын айдап, батырын байлатып алдағаным рас. Мергенбай батыр әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға, маған қызмет етсең босатам деп елші жіберіп едім. Қарысқан батыр екен. Жауыма қызмет етпеймін, бірақ қол аяғымды босатасың, содан кейін сөйлесем, деп қарсып жатып алды. Босатуға қорықтық. Ондағы мақсат сені қолға түсіру еді. Сенің атағың бізге де мәлім еді. Сені алдыртып құлынымды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған соң, намысым бола іздеп келер деп, еліңді шаптыртып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейін де 2 жылдай келмедің. Содан соң 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау дүниеде 7 басты дәу бар. Ақырған арыстан бар. Жалмауыз кемпір бар. Осы үшеуін өлтіріп, бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып беремін. Малыңды өзіңе қайтарамын. Кіші қызымды беріп күйеу етемін, деді. Кендібай Керғұла аттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның аузын, кемпірдің басын, 7 басты дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендібайға қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, көп сыйлықтар беріп, Кендібайды еліне аттандырады. Кендібай елдің малын айдап келіп, иелеріне табыс етеді. Ата-анасына қосылып, бала қуанады, баласына қосылып, ата-ана қуанады. Ұлы думан, үлкен той істейді. Кендібай тұрғанда елге батыр ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп, бұл ел Керғұла атты Кендібайдың батырдың елі болып атаныпты.